Қыс мезгілінде мұздың қалыңдығын, ауа райының жағдайын ескермеу салдарынан жылда су айдындарында азаматтардың қайғылы жағдайларға ұшырау фактілері жиі орын алуда. Осыған орай су айдындарына жақын орналасқан елді мекен тұрғындар мен балықшыларға су айдындарында қауіпсіздік шараларын қатаң сақтау керектігін ескертеді. Су ағатын жердің жанында, қатып қалған қамысы көп жағаның маңында, қардың қалың қабатымен басылып қалған мұзда, көпірдің астында, өзендердің ирелеңінде, ағыны тар жерлерде балаларды қатаң бақылаңыздар. Мұз қатқан кезде су айдындарына балаларды ересектердің бақылауынсыз жібермеңіздер. Түнде мұзды жермен жүруге болмайды. Сондай-ақ мұздың үстімен жалғыз жүруге тыйым салынады. Жұқа қатпаған мұзбен жүру, шанамен тік жарлы жағадан жұқа мұзға қарай сырғанау, мұздағы жарықтарға жақындау, мұздың бөлек-бөлігінде топталып тұру адам өміріне қауіп төндіреді. Мұзда төтенше жағдай орын алған кезде 112 телефоны арқылы құтқару қызметін шақыртыңыз.